Сәлем, менің сүйікті оқушыларым. Сендерді көргеніме өте қуаныштымын. Барлықтарында жаңа оқу жылымен құттықтаймын және сәттілік тілеймін. Олай болса, жаңа сабағымызды бастаймыз. Unit 1 on page 4 Kazakhstan in the world of sport. Яғни бірінші тарау, төртінші бетті ашамыз. Қазақстан әлем спорты тақырыбында сабақ өтетін боламыз, оқушылар. Олай болса, қарайықшы. Суретте қандай спорт түрлерін көріп тұрмыз, оқушылар? Кім жауап береді? Yes, football and tennis. Футбол және теннис, оқушылар. Міне, бүгінгі тақырыбымыз осы спорт туралы екен. Олай болса, келесі беттегі on page 5, 5-ші беттегі тапсырмаларды осыған орай орындайтын боламыз. Exercise 1. Look at the pictures. Which is a team sport? Which is an individual sport? Is there a sport you can play really well? Which of these sports are popular in your country? Деген сұрақтар қойып талуында. Олай болса, түсіндірейін. Суретке, жаңағы 4-ші беттегі суретке мұқият қараймыз дейді. Қай спорт түрі командалық спорт, яғни team спорт команда, қай спорт түрі individual, яғни қарсыласымен жеке ойнайтын ойын түрі екен анықта дейді, және саған сұрақ қойыпты, қандай ойындарды спорт түрін жақсы ойнайсың, және сендердің елдерінде қандай спорт түрі атақты, танымал деген сияқты сұрақтар қойған екен, оқушылар. Және астына 4 спорт түрін жазып кетіпті. Олай болса, бірінші спорт түрлерін, бірінші қай спорт, яғни бізде теннис, ол индивидуал спорт түріне жатады, яғни қарсыласымен жеке ойнайтын спорт түрі, теннис индивидуал спорт. Ал футбол тим спорт, футбол болса, ол командалық, командамен ойнайтын спорт екен, оқушылар. Міне, 2 сұраққа жауап берді. Енді келесі 4 астындағы спорт түрін аударып аламыз. Бірінші бәнди, ол доппен хоккей, яғни доппен хоккей ойнайды. Ол америкалықтар, ағылшын елінде көп ойналатын ойын. Келесі айс хоккей деген бар, ол мұз хоккей, мұздың үстінде теуіп ойнайтын хоккей. Келесі cross country skiing. Ол бізде шаңғы жарысы, яғни мемлекеттердің бір-бірімен жарысатын шаңғы жарысы. Және футбол тұр, ол бәріміз білеміз, ол футбол. Міне 4 спорт түрін жазып қойыпты, оқушылар. Оқушылар, осы жерлерде өздеріңіз жаңа сөз болса, онда оны міндетті түрде сақтап жаттап алыңдар, Енді 2 сұраққа жауап береміз. Қандай спорт түрі саған ұнайды? I can play football very well. Мен футбол ойынын, спорт түрін жақсы ойнаймын деп, Келесі сұрақ, қандай спорт түрі сендердің мемлекеттерінде атақты дейді. Football and skiing is popular in our country. Яғни бізде шаңғы тебу мен футбол спорты өте танымал, Міне осылай бірінші тапсырманы орындап шығады екенбіз, оқушылар. Next, exercise 2. Read and circle the odd one out. Бұл жерде оқы және артық спорт түрін алып таста, яғни домалақтап қой деген. Бұл жерде спорт түрлері берілген, және сол спортқа қатысты киімдер айтылып кеткен, біз соның артығын алып тастау керек. Біз ендеше аударып шығайық, оқушылар. Бірінші футбол. Ол жерде бізде boots, ол футбол бутсылар, Келесі helmet, ол дулыға пасқа кетін шлем. Келесі shin pads, жаққыштар, яғни аяғына жақып қоятын, аяққа қорғап тұратын, Міне, бұл жерде қайсысы артық бізде? Футболда біз басымызға шлем, яғни дулыға кимейді екенбіз, ол дұрыс артық бізде. Келесі айс хоккей, мұз хоккейінде бізде stick, ол таяқша, пак, ол шайба, бол, доп, бізде артығы бол, доппен ойнамаймыз, Келесі үшіншінде теннис, бізде gloves, ол дегеніміз қолғаптар, rocket, ракетка, бол, ракетка және бол, ол кішкентай добы, Ол жерде бізде артығы gloves, теннисте қолғап кимейді екенбіз. Келесі skiing, бірінші бізде ski сөз тұр, ол шаңғылар, bat, ол таяқша, яғни бита. Үшіншісі poles, шаңғы таяқшалары. Ол, яғни бұл жерде бізде артығы таяқша екен, bat, яғни шаңғыда бізге таяқша қажет емес екен. Ол жерде өзінің арнайы таяқшалары бар, poles деген. Міне екінші тапсырманы дәл осылай артық сөздерді көкпен белгілеп қойдым, солай домалақтап қояды екенбіз, оқушылар.
Енді келесі тапсырмаға қараймыз. Children's games, балалардың ойыны туралы тақырып берілген. Exercise 3, listen, point and repeat. Тыңда, қара және қайтала дейді. Бірінші суретке қараймыз ойын түріне. Үшінші тапсырма бізде тек қана ауызша тапсырма. Тыңдаймыз, ауызша айтамыз. Play hopscotch. Play hopscotch. Яғни бұл ойынды барлығымыз ойнағанбыз, оқушылар. Келесі play hide and seek. Play hide and seek. Яғни тығылмашақ, Келесі play leapfrog. Play leapfrog. Келесі have a sack race. Have a sack race. Келесі play tag. Play tag. Және соңғысы play blind man's buff. Play blind man's buff. Осы ойын түрлерін жазып жаттап алсақ болады екен, оқушылар. Келесі бізде exercise 4, read, find some more sports facts, present them to the class. Төртінші тапсырма оқылымға байланысты, яғни кез келген спорт түрін алып келіп, яғни сол спорт туралы факт, білетін ақиқаттарында алып келіп сыныпқа таныстыр дейді. Мысал ретінде де берілген do you know деген деп бір теннис туралы мәлімет және бір медеу спорты туралы мәлімет қалдырып кеткен. Бұл мысал, мен де қысқаша мәлімет қалдырып кетем және жан-жақты интернетті қолданып іздеп жазсаңдар болады, оқушылар. Мысалға, the biggest stadium in the world is in the North Korea. Және Lionel Messi has the most golden boots in football. Деген сияқты қысқаша мәлімет қалдырып кеттім. Келесі exercise 5. Talk with your friend. Досыңмен сөйлес, яғни бұл диалог екен, екі адамның диалогы. Мысал берілген және мен де қосымша қалдырып кеттім. Мысалға, I always play tag with my friends. Me too. Немесе, I like playing hide and seek with my friends on summer holidays. I don't. I play blind man's buff with my friends. Деген сияқты диалогты құрып жазсақ болады екен, оқушылар. Міне, енді келесі бетті ашамыз. On page 6, children's games 2. Балалардың ойыны 2 тақырыбын өтетін боламыз. 6-шы бетте exercise 6, listen, point and repeat, then match. Тыңда, белгіле және қайтала дейді. Орын алып кеткендерді сәйкестендіру керек екен, оқушылар. Яғни мына жерде 6 ойын түрі берілген. Жаңа ойын түрін біз оны қазір аударып, суретпен сәйкестендіру керек екенбіз, оқушылар. Олай болса, бастаймыз. Қараймыз. Бірінші ойын play board games, яғни үстел ойындарын ойнау. Келесі juggle. Juggle деген ол пақылдау деп қазақша аударылады, яғни ол бізде ей суреті, қарандаш боб не істеп жатыр бізде? Кезек ойнап жатыр, ойыншықтармен. Келесі do a jigsaw puzzle, яғни пазл құрастыру. Келесі play video games, видео ойындарын ойнау. Келесі go bowling, яғни боулинг ойнау. Және соңғысы play chess, шахмат ойнау екен. Енді сәйкестендіреміз. Мысалға, бірінші бізде play board games, үстел ойындарын ойнау. Бізде ол Mary, C деп қоямыз бірге. Келесі juggle, яғни қақпақылдау деп айттым, және ол бізде A, Bob, қасына 2 деп қоямыз. Келесі puzzle құрастыру, do a jigsaw puzzle, ол бізде Simon, D деп қоямыз. Төртінші play video games, видео ойындарын ойнау, ол бізде F, Vicky. Келесі go bowling, боулинг ойнау, ол бізде E, Tom. Және келесі play chess, шахмат ойнау, ол бізде B, Anne екен. Міне балалар осылай сәйкестендіріп шығады екенбіз. Келесі тапсырма exercise 7, read and choose, оқы және таңда деген тест берілген. Енді оқып қазір белгілеп кететін боламын. Бірінші бізде B болады, екінші бізде B болады, үшінші бізде B болады, төртінші A болады, және бесінші A болады. Оқушылармен жылдам орындап шықтым, өйткені оқып отырсам ұзақ болып кетеді, бірақ міндетті түрде оқып шығындар оқушылар өздіктерінен. Келесі 8-ші let's play ойын. Бұл жерде де 2 оқушы шығып, бір-бірімен диалог құрады екен, оқушылар.
яғни бір оқушы сұрақ қояды, келесі оқушы жауап береді. Мына жерге мен 4-5 мысалды жазып кеттім. Мысалға, what does Mary do in her free time? Mary өзінің бос уақытында не істейді? She plays board games. Ол үстел ойындарын ойнайды дейді. Міне солай сияқты бір-бірімен кез келген сұрақты алып, диалог құрсаңдар болады оқушылар. Енді келесі бетті ашамыз. Study spot. Study spot бізде ереже. Бұл жерде жасылмен беріліп қойған сөздер бар. Оны біз үстеу деп айтамыз. Adverbs ағылшын тілінде, қазақ тілінде үстеу деп айтамыз. Мысалға, бірінші, every day is a busy day. Екінші, Bob always walks the dog. Always деген әрқашан деген үстеуді білдіреді. Яғни Боб әрқашанда итін серуендеуге алып шығады. Келесі, he usually helps his sister with her homework. Ол әдетте қарындасына үй жұмысына көмектеседі. Бұл жерде usually әдетте дегенді білдіреді. Sometimes кейде деген мағынаны білдіреді. Never ешқашан деген мағынаны білдіреді. Менде осылай үстеу, мысалға қарасақ, үстеу есімдікпен, яғни ол деген he, she есімдігімен, helps мына жерде етістіктің ортасында тұрады екен, есімдікпен етістіктің ортасында тұрады. Міне енді осы үстеулерді қолданып отырып 9-шы тапсырманы орындайтын боламыз. Exercise 9. Thinking cap. Complete the questions, then answer them. Бұл жерде сұрақтар қою керекпіз, жақшаны ашып, сұрақты құрастырып, сұрақ қою керек екенбіз, оқушылар. Мысалға біріншісі, where do you live? Деген сұрақ шығады. Екінші, who does Бауыржан Исламхан play for? Үшінші, how often do you have an English lesson? Төртінші, how many minutes does an ice hockey match last? Және соңғысы, what kind of sports do you like? Деген сұрақтарды, яғни жақшаны ашып, көмексіз етістіктерді қолданып, қойып шықты оқушылар осылай жазып алады екенбіз. Келесі соңғы тапсырма, exercise 10, what do you do every day, much and say? Яғни күнделікті азанда не істейсің дейді. Мына жерден алып, сәйкестендіріп оқып бер дейді. Гүлнара, Улан, Айжан, Сұлтан, Маржан, Берік деген оқушылардың аттарын жазып қойған. Мен бірнеше мысалдарды алып шықтым. Мысалға, бірінші, Гүлнара usually plays board games. Айжан never juggles. Улан always plays chess. Сұлтан never does a jigsaw puzzle. Берік sometimes goes bowling. Маржан usually plays video games деген сөздер шықты. Яғни бұл жерге мен үстеулерді жазып шықтым, оқушылар. Мінекей барлық тапсырмаларды орындап шықтық. Жарайсыңдар. Каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Келесі жолы жаңа сабақтарды салып отыратын боламыз. Сау болыңдар.